Мен Даниярова Ақтілек Асанбаевна, Шел ауданаралық ауруханасының реабилитация бөлімінің дәрігері әрі меңгерушісі. Қазіргі таңда ковидпен ауыратын науқастардың көбеюіне байланысты оңалту емі қажет етіледі. COVID-19 тасымалдаушысы және коронавирустық пневмониядан өткен науқастар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру есебінен оңалту қызметіне қол жеткізе алады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі 20 жылы шыққан 9 бұйрығына сәйкес қамтамасыз етіледі. Медициналық оңалту емдеуге жатқызу бюросы ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады. Оңалту емі негізгі ауруларды емдеу үшін, сондай-ақ туберкулезбен ауыратын науқастар үшін ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде қолжетімді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулыққа байланысты аурулар мен мәселелердің халықаралық статистикалық классификациясы кодтары бойынша аурулар тізбесіне сәйкес қайта қарау. Сондай-ақ медициналық оңалту ақылы негізде азаматтардың өз құжаттары, ерікті медициналық сақтандыру қорлары, жұмыс берушілер және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер арқылы жүзеге асырылады. 20 жылдан бастап сақтандырылған тұрғындарға медициналық оңалту 3 кезеңде қызмет көрсетеді. Бірінші, аурулардың жедел және жеделдеу кезеңінде, сондай-ақ хирургиялық араласу кезінде, жарақат кезінде науқастарға арналған. Ол ауруханалардың арнайы құрылымдық бөлімшелерінде, реанимация және хирургия бөлімдерінде жүзеге асырылады. Егер пациент ауруханаға жатуды қажет етпесе, медициналық көмек көрсетіліп, негізгі ауруды емдеу жүзеге асырылғаннан кейін науқас екінші не үшінші кезеңдегі реабилитациялық емге жіберіледі. Екінші кезеңдегі реабилитация мамандандырылған бөлімдерде немесе республикалық ұйымдардың арнайы базасында өтеді. Олар денсаулық сақтау, мамандандырылған оңалту орталықтары, көпсалалы ауруханалар. Ол аурудың басталуынан бастап 9 ай ішінде жүзеге асырылады. Ол науқастың сырқатына байланысты, жағдайының ауырлығына байланысты, және нозологиясына байланысты, және басқа да факторларға байланысты қаралып емдеу жүргізіледі. Үшінші кезең реабилитациясы медициналық оңалту амбулаториялық емханалық ұйымдарда, күндізгі және тәулік бойғы стационарларда, оңалту орталықтарында, санаторлық курортты ұйымдарда, үйдегі ауруханаларда, сонымен қатар қашықтықтан жүзеге асырылады. Үшінші кезеңдегі медицина